Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен математика 2 сыныптың 1 сабағымен танысатын боламыз. Ең бірінші сабақ екі таңбалы сандардың құрылуы, ондықтармен санау дейді. Ал балалар, сен екі таңбалы сандар қалай құрылатынын үйренесің дейді. Ең бірінші тапсырма натурал сандар дегеніміз не? Бірінші сыныпта алған біліміңді есіңе түсір дейді. Ал балалар, бірінші сыныпта өткен сабағымызды есіңізге түсіреміз. Натурал сандар дегеніміз не? Сонымен балалар жазайық. Натурал сандар дегеніміз өсу ретімен орналасқан барлық сандарды айтамыз. Барлық сандарды айтамыз. Яғни балалар, натурал сандар дегеніміз өсу ретімен орналасқан барлық сандарды айтамыз. Мысал үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее кете береді ары қарай. Сондай балалар, яғни өсу ретімен орналасқан сандар. Жарайсыңдар, енді балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырма бізде не дейді? Екінші тапсырма шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар дейді. Ал сонымен балалар, қараймыз. Бізде шаршылар берілген екен. Неше шаршы беріліпті? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бізде барлығы 10 шаршы беріліпті. Бір бірлік, мысалы үшін жазып қойыпты, иә? Бір бірлік бізде тең болады бір шаршыға. 2 бірлік тең болады 2 шаршыға. 3 бірлік тең болады 3 шаршыға. 4 бірлік тең болады 4 шаршыға. 5 бірлік тең болады 5 шаршыға. 6 бірлік тең болады 6 шаршыға. 7 бірлік тең болады 7 шаршыға. 8 бірлігіміз тең болады 8 шаршы. 9 бірлігіміз тең болады 9 шаршыға. Және 1 ондығымыз тең болады 10 шаршыға. Балалар түсінікті ме? Яғни берілген бізде 10 шаршы берілген екен. Олардың бір шаршыны бір бірлік деп алатын болсақ, бізде барлығы 10 болғандықтан дәл осылай жазып аламыз. Және ең соңында 1 ондығымыз 10 шаршыға тең болады. Дұрыс қой балалар, иә? Бізде ондықта, яғни 1 ондықта 10 сан бар деп есептелінеді, иә? Енді тапсырмасына назар аударамыз. Тапсырмасы бізде әр суретте барлығы неше шаршы бар дейді. Ал балалар, мынау бізде екіншінің тапсырмасы, енді тапсырмасына назар саламыз. Тапсырмасы бізде қараңдар балалар. Әр суретте барлығы неше шаршы бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және 1 шаршы бар, яғни бізде 10 шаршыны біз 1 ондық қосылған 1 бірлік тең болады 11. Яғни бізде 10 шаршы қосылған 1 шаршы тең болады 11 шаршы. Я балалар. Енді екіншісін қараймыз. Мына шаршылар 10 болса, және 2 бөлек шаршы көрсетілген. Яғни олар жазып қойған 1 ондық қосылған 2 бірлік тең болады 12. Немесе 10 шаршы қосылған 2 шаршы тең болады 12 шаршы. Балалар, сендерге түсінікті болды ма? Яғни бізде суретте көрсетілген шаршыларды санаймыз, және оларды бірлікпен жазамыз, және шаршы түрінде жазып алдық. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Б тапсырмасы шаршыларды ондықтармен сана дейді. Ал балалар, біріншісін қараймыз. Шаршылар бізде берілген екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар шаршы берілген екен бізде. 6 қатар шаршымыз. Яғни 1 ондығымызда бізде балалар 1 ондықта 10 шаршы бар. Екінші ондықта 2 ондықта неше шаршы бар балалар? 20 шаршы бар. 3 ондықта 30 шаршы. 4 ондықта 40 шаршы. 5 ондықта 50 шаршы. 6 ондықта 60 шаршы. Яғни бізге міне балалар 6 қатар шаршылар берілген екен. Дәптерімізге дәл осылай әдемі етіп жазып аламыз балалар. Сендерге түсінікті болып жатыр ма? Енді балалар, үшінші тапсырмаға қараймыз. Сандарды ата дейді. Үлгіге қараймыз. 3 ондық 8 бірлік 38 деп жазыпты. Ал енді балалар, өзіміз жазып көрейік. 5 ондық 6 бірлік. Оны қалай жазамыз балалар? 56, иә? Келесі 6 ондық 9 бірлік. Қанша болады балалар? 69. Келесі 9 ондық 7 бірлік.
тең болады 97. 7 ондық, 8 бірлік. Тең болады 78. Келесі 8 ондық, 5 бірлік. Тең болады 85. Келесіміз 41 бірлік дейді. Ол бізде балалар 41-дің өзіне тең болады. Түсінікті ме балалар? Енді қараймыз. Екі таңбалы сандар, ондықтар, екінші разрядтың бірлігі. Яғни шақшаның ішінде екінші разрядтың бірлігі дейді. Мен бірліктерден бірінші разрядтың бірлігінен тұрады. Екі таңбалы сандар ондықтар мен бірліктерден тұрады. Яғни мысал үшін қараймыз, 85 дегенді алатын болсақ, екі таңбалы сандар ондықтан және бірліктен тұрады дейді. Яғни ондық дегеніміз бізде 8, бірлік дегеніміз 5. Сонда 8 ондық, 5 бірлік. Яғни балалар, көрдіңдер ме? Екі таңбалы сандар екі саннан, яғни ондықтан және бірліктен тұрады екен. Түсінікті ме балалар? Енді қараймыз, мына жақтағыны қараймыз. Екі таңбалы сандарды солдан оңға қарай оқиды. Алдымен санның ондықтары, сонан соң бірліктері аталады. Яғни балалар, бізде мысал үшін 75 деген сан болса, біз оны солдан оңға қарай оқимыз. Яғни осылай оқимыз. 75. Бірінші ондықты айтамыз 70 және бірлікті 5. 75 деп айтылады. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар, сендерге түсінікті болса, әрмен қарай жүрейік. Төртінші тапсырмаға назар аударамыз, балалар. Төртінші тапсырма: әр суретте қанша зат бар? Ал балалар, бірінші суретте қанша кітап бар екенін есептеп санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни балалар, 12 кітап бар екен. Біз оны қалай жазып аламыз? 12 кітап дегеніміз 1 ондық, 2 бірлік. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қарындаш бар екен. 10 қарындаштымыз бізде 1 ондық деп жазып аламыз. Екінші астында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 қарындаш бар екен, я балалар? 11 қарындашымызды балалар 1 ондық, 1 бірлік деп жазып аламыз. Түсінікті болды ма балалар? Бізде екі таңбалы сандардың қалай құралатынын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырма бізде балалар 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың асы. Қараймыз. А тапсырмасына назар аударайық. 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып жаз дейді. Ал балалар, 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып жаз дейді. Ал бірге жазайық балалар. 20-дан бастаймыз. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Дұрыс па балалар? Келесі тапсырмасын қараймыз. 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана дейді балалар. Енді мынау өз суретімен болды. Енді кем суретімен бастап жазамыз. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ал болдық балалар. Сендерде дәл осылай дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Енді балалар, қараймыз. 6-ші тапсырмаға назар аударамыз. 6-ші тапсырма бізде халық қойған сандарды ата дейді. А тапсырмасына қараймыз балалар. А тапсырмасы
елу бірлік елу дейді. Елу бір бірлік елу бір. Дәл солай. Елу екі бірлік елу екі. Елу үш бірлік елу үш. Елу төрт бірлік елу төрт. Дәл осылай балалар. Жазамыз. 70 бірлік 70 дегенге дейін қалдырмай жазамыз. Балалар, сендерге түсінікті шығар, иә? Қараңдар, өсу ретімен елу бірлік елу саны, елу бір бірлік елу бір, елу екі бірлік елу екі, елу үш бірлік елу үш, елу төрт бірлік елу төрт. Дәл солай 70-ке дейін жазатын боламыз. Келесі 10 ондық дейді балалар. 10 ондық 100, 9 ондық 90, 8 ондық 80, 7 ондық 70, 6 ондық 60. Дәл осылай жазып, балалар, 1 ондық 10-ға тең деп жазамыз. Сендерге түсінікті ма, балалар? Түсінікті болса, өзіміз жазайық, балалар, иә? Енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бізде келесі тапсырма, 7-ші тапсырма дейді. Жауабы 15-ке тең мысалдарды ғана жаз дейді. Ал, балалар, мынау берілген есептердің қайсысының жауабы 15-ке тең, тек соны ғана теріп жазады екенбіз. 16 қосылған 3 19 болады. Бұны жазбаймыз, иә, балалар? 19 азайтылған 4 бізде нешеге тең болады? 19 азайтылған 4 бізде болады 15. Міне, балалар, осыны жазып аламыз. 19-дан 2-ні азайтамыз. 17. 12-ге 2-ні қосамыз. 14. 13-ге 2-ні қосамыз, балалар. 15. Осы екеуін дәптерімізге жазып аламыз. Өте оңай, балалар, есептеріміз. Енді, балалар, 8-ші тапсырмаға қараймыз. 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. Кейін 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жазамыз. Балалар, мен оны сендерге жазып, уақыт кетірмей қойын, балалар. Ауызша айтып өтейік, 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жазамыз. Яғни 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Дәл сол сияқты 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Дәл осылай дәптерімізге кему ретімен және өсу ретімен жазып аламыз. Өте оңай, балалар. Келесі 9-ші тапсырма, сандарды ата дейді. 73, 37, 77, 33. Енді сұрағын қарайық. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? Балалар, мынаны қараңдар. Бізде мына жерде көрсетілген 4 сан бар. 73, 37, 77, 33. Барлық қанша цифр қажет болды, балалар? Яғни бірінші тапсырма бізде 2 цифр ғана қажет болды, иә, балалар? 2 цифр, яғни 3 пен 7 ғана қажет болды. Келесі сұрағына қарайық. Әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді? Енді қараймыз. Нені білдіреді дейді? Бірінші 73-ті алып қарайық. 73 деген санда бізде, балалар, 7 саны ондықты көрсетіп тұр. 3 саны бірлікті көрсетіп тұр. 37 дегенде 3 саны ондықты, 7 саны бірлікті көрсетіп тұр, иә, балалар? Жарайсыңдар. 77 дегенде 7 саны ондықты, 7 саны бірлікті. 33 дегенде 3 саны ондықты, 3 саны бірлікті білдіріп тұр. Ал, балалар, сендерге түсінікті болды ма? Енді санның әрбір цифры белгілі бір орынға, яғни позицияға ие, оны разряд деп атайды. Яғни, балалар, жаңағы бірліктер бізде бірінші разряд, ондықтар екінші разряд болып есептелінеді. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Бізде әлі өте көп сабақтар өтілетін болады. Менімен бірге болыңдар. Сау болыңдар.